келесіз. Сонымен қалай интро жасайды дегенді айтатын болам. Бірінші бізге Tubemake пен VideoShop деген программалар керек болады. Tubemake'ке кіреміз. Бусты интро, осы интроны скачать етіп алдым мен. Пусты интро деп жазасыздар. Мына жерде скачать ететін жер бар. Соны жоғарыда жасыл бар. Жасыл скачать ететін тұр. Өздеріңізді көріп тұрған шығарсыздар. Соны басасыздар, скачать етесіз. Содан кейін VideoShopқа кіресіздер. Редактированный видео дегенге кіресіздер. Мына жерде манағы видеоңызды тауып аласыз. Начать басасыз. Осы жерде тоқтатып тастайсыз. Содан кейін изменить басасыздар. Субтитрге басасыз. Сосын өздеріңіз аттарыңызды жазасыз. Мысалы, Нурик деп жаза салайын. Шрифт жазуға болады. Мына шрифт. Оқтосыз. Қазір қайтадан істейін. Оған не паузаға қоя тұрмын. Міне достар, істедім. Мына жерде мынаны басамыз. Міне көрдіңіздер. Менің видеома лайк қойыңыздар, және каналға жазылыңыздар. Қош сау болыңыздар.